Абоненттік номер босыңыз. Абонент жауабын күтіңіз. Немесе тезірек хабарласыңыз. Абонентке сайт. Пожалуйста, дождитесь ответа или перезвоните по нему. The call person is not reached. Please try again or call later. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Есенбісіз ағайын. Сіздермен төрткүл дүниеге хабар тарататын Қазақ ТВ арнасында байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуы. Және оның жүргізушілері мен Олжас Әлжанов, әріптесім Алма Алишева. Жаз айларында қала тұрғындары демалысқа шығып жатқанда, ауыл еңбекшілерінде қызу жұмыс басталады. Біздің қатысушыларымыз да осында келген күннен бастап білек сыбанып іске кірісті. Олар бүгінде киіз үй құрып, ошақ салуды, бие сауып, мал союды білет. Яғни ауыл өміріне үйренсе бастады. Бірақ ол жаз ауыл тірлігі мұнымен бітпейді ғой. Бүгін қатысушыларымызды тағы бір сынақ күтіп тұр. Олай болса, біз бастаймыз. Please try again or call later. Адамдар бар. Разогреемся, а потом начнем. Да, хорошо? Смотри, Гульмира, надо тянуться лбом прям в ноги. Знаешь, жамбота у меня тут болит. Давай, давай, давай. Приятная же боль. Жидкси. Давай. А стараться надо, чтобы прям нога была напротив лба. Че, давно проснулись? Да. Жарный хубаса, кажется. Кеше затны редким, да? А вы же жанасың. Что-то не получается, братан. Ушел от ровно. Ну-ка, подержи, пожалуйста. Спичку. Давай, подожди меня. Сейчас же. А теперь переходим на более сложную. Это после первый этап был, только что мы сидели на полу. Второй этап мы тянемся тоже так же, только когда мы стоим. Вниз. Да, лбом вниз. Стараться держать баланс. Да, да, Хасал-то хорош. Джад. О, джад. Вот так вот. Мы вес держим между. Это должен быть какой-то баланс. Держим вес и потихоньку поворачиваем корпус. Тут баланс, самый главный баланс, и передняя часть ноги, она работает. Соединяем, вниз и меняем ногу. А теперь также переходим, руки. Это баланс тела. Теперь руки. Вы чувствуете, как передняя опорная нога работает? Вот эта нога. Я чувствую страшно. Теперь соединяем. Егер телефон болғанда мен шаршамайтын едім ұпай. Үйде келгенмен сөйлесесің. Жоқ, мен это телефон болмай жатыр да. Мен шаршамай жатырмын. Нормально ма? Да. Енді үйренемін деп жатырмын ғой. Байланыс аясынан тыс жерде, оу тыс жерде, тыс жерде. Ата-анам барым өзгерде, өзгерде, Ой, бөліп тастап мыналар бар ғой. Нет, постарайся так, чтобы не думать о них. Уйди в себя. Ойбай, мына су бітіп қалды ғой. Тут помогает больше глубокий вдох и выдох. Вот вы почувствуете, какую легкость вы приобретете после этих занятий. Поднимаем одну ногу, согибаем и начинаем вытягивать. Целый вес просто на передние руки. Тянем ноги и закрываем, смотри, салта, вниз, бедра закрывай. И теперь вниз, голову вверх.
қаланың душ бөлек бар бір. Кішкене сабынды ғой енді. Душ болмай жатыр әлі. Неме айтпақшы? Мен шалбарларым бар еді, джинсы ескі. Соларды шортик қылып бере аласың ба? Иә. Қазір. Болмас па? Қайшың бар ма? Қайшың бар ма? Бар. Иә, ал кел, жасауымыз ғой, сабынмен. Сабын қайшы керек ма? Сабын, кәдімгі сабын ба? Иә. Қаш. Қазір жасауымыз ба, 5 секунд қой. Мына жермен ұрасын, былай ұстағанда. Білем. Бұл қисық болып тұрғаннан кейін ұша береді. Аяна, осы ауылда дизайнерлер бар ма? Интересно. Тігіншілер бар. Иә, тігіншілер. Ұлдар бола ма? Ұлдар білмеймін, болмайтын сияқты. Болмай ма? Ауылда ұлдар тігіншілі болса, ұят ше. Ұят па? Иә. Шынайы, иә? Иә. Ауылда кәдімгі нағыз қазақи ауылдар болады ғой. А если мен бірінші тігінші болсам? Ауылда. Иә. О сияқтың ба? Клиенттерім көп болады ғой. Әрине. Бірақ андай ауылдың нағыз андай қазақи жігіттер ше. Әйелдердің ісімен айналысатын жігіттерді ұнатпайды. Басқа көзбен қарау мүмкін. Иә. Еще что ты можешь делать? Джо, я вот это хочу научиться. Смотри, вот так делаешь, короче. Да, я так сяду. Вот так делаешь. Хоп. Типа жесть. А, ты что, еще на шпагат умеешь садиться? Да. Покажи стопы, покажи. У меня передние были, короче. О, нихуя. Но этот... жабылып қалды қазір. Мынаны шағаны. А мынау бар. Айтысасың ба, сен менімен бүгін? Айтыссаң, сен Сол кезде сөйле. кет. Көрек айтыс. Айтсамыз не? Айтыс болайын деп тұр. Жігіттер, қыздар. Осы кәдімгідей айтыс. Қазақта айтыс болайын деп жатыр. Ұлдар мен қыздардың арасында кәдімгі айтыс. Түсіндіраміз. Қай жерде айтсамыз? Кім айтсады? А кто Ұлдар ведущий? жақтан Қабдол, қыздар жақтан Диана. Біздің команда сіздердің командаларыңыз ба? Біздің команда, сіздердің Жоқ, команда. ұлдар қыздар үй, ол біздің команда. Бөлінгенді бөрі жейді. Ой бар. Мына жерге кәдімгі ақындарды отырғызайық, мына біреуін алып тастайық. Екеуі екі жақта отырсын. Мен жүргізуші боламын, кімде қандай идея қар. Массаж жасаймын. А мен шай қоямын. Шай қоятын. Я тоже хочу. Мына уже істемей қалды ғой мына. Жігіттер, қыздар. 5 минутта бәріміз киініп дайындап. Сендер қазақ үйден шығасыңдар, мен хабарлаймын сендер. Ал, құрметті ағайын, қазір бізде айтыс болады. Ортаға айтыстың жүргізушісін шақырғым келеді. Құрметті, осы айтысқа жиналған қауым, олай болса бізде бүгін айтыс болайын деп жатыр, білесіздер ғой. Бізде 10 жақ қапталда айтысатын Диана қарындасымызда Марселдің барабанымен ортаға шақырамыз. Ал кет! Келесі ақынымызды шақырайық. Орталарыңызда Қабдол. Бізде бастайтын қазір Диана қызымыз. Үйді! Рың-тара-таң-таң. Ай, ассалаумағалейкум, ұлы дала. Рың-тара-таң-таң. Сәлем беріп келіп қалдым алдарыңа. Үйді! Айтысқа әріптесім шақырған соң қалыспаймын, бермеймін. Мен жай ғана. Әй, өзің бір жүрек жұтқан бала екенсің. Мен де бір дара қызбын, жеңіліп қалма.
шыға берсе. Кеш бақ кеткен. Ассалаумағалейкум ауылдастар. Теледидар артындағы кәрі жастар. Сіздермен де амандасып қояйыншы. Төңкеріспен самый любимый заман достар. Аруларға ерекше сәлем бердік. Қабыл алдық. Осы жобаға қорқпай келген батыр қыздар. Қош келдің Дианадай қарсыласым. Қалың қалай дейм. Жақсы. Өзің қалайсың? Ол да менен сұрасын. Мен Диана негізі талантты қыз. Білуімше тек қана хит әндер шығарасын. 6 бағдарлама бойы артынан бақыладым. Жарайсын, көп тапсырмаға қарсы тұрасын. Бірақ бие сауар кезде, ат аяғын көтергенде тұра қаштың ай. Ай, ассалаумағалейкум балғын. Балғынбек білеген ғой. Ей, шапаның өзіңе жарасып тұр. Өнерің менікімен таласып тұр. Рыңдарадың. Батыр болсаң ісіңмен дәлелдеген. Бұйра басым айналайын, абайлап жүр ай. Жауап берейін, ары қаратай. Ары қаратай. Бар, екінші куплеті бар. Әй, пенде болған соң менде де бар бір фобия. Алмаппын қорқынышты бірден жия. Кешегі күнді еске алып не қыласың? Жеңіліп қалғаныңа бәрі ай. Ол бұл қазақ ақындарын бағалап ет. Қабдолға сөз бердіңдер шабалар деп. Ендеше шапалақ ұрыңыздар. Менің қарсыласым Дианадай батыр қызға деп. Шапалақ ұрсаңдаршы. Тағы да шапалақ ұрыңыздар. Дианаға шай құйып атқан ару қызға деп. Келесі шапалағын маған болсын, мен сүнбей жүрмеңіздер балама деп. Бұл қыздың шабыты бөлек екен, бұл кісі айтсады, бұлақ нотпен ай. Өзіңнің стилің сондай айналайындар. Вау, сіздерде шай құятын қыз бар екен. Бізде де шай құятын қыз бар екен. Сіздегі шай құятын нүйче екен. Біздегі де шай құятын нүйче екен. Бір өтініш шай құятын қыздарды, вау, екеуін ауыстырсақ болам екен ай. Олай болса ақынның құрметі үшін шай құятын қыздарды ауыстырайық. Ой, рахмет. Ал ақындар уақытты қыз, уақыт ақындар. Әй, бүгінде командаңа шанс берейік. Терлеп тепшіп жүргеніңді біз көрейік. Қаншама крутой болып айтысқан мен, жеңілгеніңді көріп тағы бір ау, біз күлейік ай. Жеңілгеніңді біз көріп күлейік дедім саған. Қалай шыдап отырсың бауырым ау? Қалай шыдап отырсың? Сен біле білсен қарындас қателеспе, сіздерден бірінші үй саламыз ай. Жақсы ет. Ал, не алдайсың ал? Дайындалғаны қайда? Басқа беттер кетті. Бұрынғы өлеңдері кетті. Айнұр мен айтысып үйреніп қалған бәр соның тексттер айналайын. Сен өзің жалғастыра бер. Үйде!
Sen Diana ренжіме, бүйтіп болай өкпелеме, бұл жай ғана айтыс қой, әзіл менен көңіл қой, кеш өткенде сойдық біздер қой, қазақта болсын күнде той, келесі айтысқа келгенде алып келші қолыңа, мен сияқты домбыра, қолым қалып қалып, екеумізге тартуға. Аман болсын халқымай, ал ағайын сіздер маған туысын. Ол қыздарың биіктерден ұмтылсын. Ауылымыз өнделіп, жолдарымыз жөнделіп, осы ауылым сағат сайын құлпырсын. Секунд сайын той болатын күн тусын. Ақындарыңызға қошемет. Ал олай болса, құрметті ақындар, бүгінгі айтысқа рахмет. Қазір сіздердің қалай жеңгендеріңізді көрерменнің шапалағымен білетін боламыз. Олай болса, Диана қызымызға сіздердің бағаларыңызды шапалақпен білдіріп қойыңыздар. Жаман емес, 4 адам бар. Ал енді Қабдол бауырымызға. Олай болса, Марселдің 2000 теңгесін Қабдол бауырымызға салтанатты түрде тапсырайық. Ал кет, Қабдол бауырымызға. Оригинал. Ой, рахмет. Алдындағы қағыз ғой, брат. Алдындағы қағыз ғой. Рахмет білгенде. Бәрекелді. Олжас, қатысушыларымыз көрінбейді ғой? Ауа райы бұзылып тұр, киіз үйдің ішіне кіріп кеткен шығар. Қыздар, жігіттер, қайдасыздар? Жігіттер. Қалайсыздар? Рахмет. Ассалаумағалейкум. Құрметті қыз жігіттер, өткенде Қуандық атаның үйіне барып, асарлатқанымызды ауыл тұрғындары естіпті. Қазір шөп жинау науқаны жүріп жатыр. Сол жерге біздің көмегіміз қажет болып тұр. Сол себепті бүгін шығармашылық топ ұйымдастырған тапсырманы кейінге шегеріп, асарлатып қайтайық. Қарсы емессіздер ғой? Жүріңіздер онда. Кет. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қалайсыздар? Жақсы, аман есен. Өздерің қалайсыңдар? Өздерің қалайсыңдар? Бізге хабарласқан сіздер ғой? Бәрекелді жігіттер. Байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуның қатысушылары асарға келді. Қыздар, жігіттер, өздеріңіз байқап тұрғандай, біз шабындық алқабына келдік. Сіздер қазір мына болып жатқан шөптерді жинап сайысасыздар. Әр топқа бір телешкіден берілген. Сіздер 40 минуттың ішінде шөпті шашпай неғұрлым көп жинасаңыздар, сол топ жеңіске жетеді. Құрметті қатысушылар, бұл істе сіздерге бағыт-бағдар көрсетіп, шөп жинауды үйретіп, соңында бағасын беретін әділ қазылармен таныстыра өтейін. Ағайынды Бекжан және Елдос Байжүнісовтер. Және Бекжан Алпыспаев. Бұл жігіттер шөп жинаудың нағыз шеберлері. Бекжан мырза, енді біздің қатысушыларымыз бұл істен мүлдем бейхабар. Сол себепті мына шөп жинау, телешкаге тиеу әдісін рет-ретімен түсіндіріп беріңізші. Алдына қыздар, жігіттер, рахмет келгендеріңе. Бауланған шөпті лақтырмас бұрын бірінші ортаға саламыз айырды. Тепе-теңдік сақтау үшін шетке салсам ауып кетеді ыңғайына қарай. Одан мына тартқан кезде қазіргі бұлай шетінен тартпаймыз. Жарып алуымыз мүмкін тайды. Мына шетінен тартамыз бұлай. Мына арбаға шыққан кезде екі командадан бір-бір жігіт шығамыз.
соны келісіп алыңыздар, кім шығады үстіне. Үстіне шығуда да оның тәсілдері бар басуды. Оны қазір үстіне шыққанда көрсетеміз. Оның өзінің қатарлау әдісі бар шығар, иә, ауып кетпес үшін. Байланыста болу керек бұл бауланған шөптер бірін-біріне. Сол үшін қазір үстіне шыққанда түсіндіреміз. Оны өзіңіз бағдарлап ақпаратын беріп отырасыз, иә? Бізден енді қазір өзіміз шешіп алатындарымыз ойын барысында кім шығады. Екі топқа, міне екі арбадан қоқ қойдық, соған шығасыздар, сол жерде үйретеміз. Неғұрлым көп жинаған топқа соған ұпай көп беріледі. Жұмыстың қаншалықты сапалы істелгеніне қараймыз әрі. Шөпті шашып алмай әкелуге. Сонда әр қайсымызға бересіздер ма, бағаны жоқ, общий бересіздер? Жоқ, кім қай топ неғұрлым көп жинайды, сол топқа шөп жинай, солған. сіздер өздеріңіз үстінде тұрып санап тұрасыздар ғой? Біз өзіміз санап тұрамыз қазір міне. Сіздердің топтағы міне Бекжан мырза санап тұрады төбеде. Төңкер тобында мен шығып санап тұрамыз. Қадағалап, кім қалай істейтін. Жақсы, ендеше біздің қатысушыларымызға қолғаптарын берейік. Дайынбыз ғой? Дайынсыздар ма? Уақытты босқа өткізбейік. Командалар кім төбеге шығады? Төңкер тобынан. Сіздерден кім шығады? Төңкер тобы. Бізде Марсел шығады. Келістіңіздер ғой? Жүріңіздер. Замандастар кім шығады? Біздің командадан төбеге шығатын Қабдол болады, иә. Дайынсыздар ма? Кеттік ал, басталды. 1, 2, 3, басталды. Эй, нечестно, ребята, вон там начинаем. Бас жағынан бастаңыздар, дұрыс болады. Телеш. Мінекей, құрметті көрермендер, уақыт басталды. 39 минутке қалды әлі. Көреміз кім жеңеді. Келеген бортының ішіне қырынан ұзынан қоясың, былайынан. Бесеу қойылады, ұзынан бесеу сию керек. Соны сыйғызып, мұнда кем дегенде 25-27 тай сию керек. Соны екінші қатарға келеміз. Екінші қатарға келген кезде міне былайынан тастаймыз. Жібі былай қарайды. Жібі былай қарайды. Осылай кетеді, бір 8 той бауланған не кетеді бір жағына. Мына жағына кетеді, тура солай. Давай. Бекжан мырза, мен өзіңізге бір сұрақ қояйыншы. Енді біз қыстың қамын жаз ойла деп жатамыз ғой. Жалпы осы қысқа дайындықты қашан бастайсыздар? Біз мына осы шөп жинау науқаны қай кезде басталады? Маусымның 15-інде бастаймыз. Мына баяғыда қазақ аталарымыз құлқайыр гүлдегенде дейді. Бізде сол не қағида қалыптасқан әлі. Құлқайыр деген өзі шөп бар. Сол гүлдейді, гүлдеген уақытта шөп науқаны басталады. Маусымның 15-20-сында. Мына тамыз айының орта тұсында аяқтаймыз. Бір науқанда неше рет жиналады шөп? Бұлай ма? Мына қырдың шөбі. Аға, дұрыс отыр ма? Дұрыс, осылай ұра бер. Дұрыс қатарлап жатыр ғой? Иә, дұрыс, әдемі келе жатыр, аха. Ал енді мына шалғынға шалғы салу науқаны қаншалықты қиын? Бұл енді әр нәрсенің оңай несі болмайды. Иә. Қиыншылығы болады әр нәрсе келетін. Мына ауа райы да себеп болады жинауға созылып кетуіне. Мына қазіргі техникаға да байланысты, қазіргі мына неге. Тезетіңдер, әу! Тұрамыз жарады. Тезет, жүгіріңдер! Ал енді мына айтып жатамыз бұл жоңышқаны жеген мал жақсы қор жинайды деп жатамыз. Бұл қаншалықты рас? Жоңышқа енді шөптің төресі десе де болады. Бұны несіне байланысты? Суармал жер болса 3 рет жабылады. Ал енді суармал жер болса 1 рет жабылады. Жоңышқа көбіне енді шөптің төресі. Одан кейін мына жетінәк деген шөп бар, далада өсетін. Екінші сол. Одан кейін үшінші мына қырдың шөбі біздің. Шөп құнарлы болу үшін, сапалы болу үшін не істеу керек? Жігіттерден қарағанда қыздарымыз ойбай үстен тартып отыр. Аяна негізі спортшы ғой енді ол. Көрініп тұр. Бір қадағалап жіберіңізші, дұрыс па? Әдем, бәрекелді бауырым. Қыздар, белдерін давайлаңдар, Соншалық көп көтермеңдер. Это можно кидать? Замандастар тобы жарады, бірінші қатарды қалап қалды ғой дейміз. Жер жоңышқасы дейміз, шырмауығы дейміз, сонда күреңсесі бар аралас шөптер осы. Малға дайындаймыз азығын. Жақсы. Ал әр аймақтың шөптері негізінде әртүрлі келеді, иә? Бір жерде қамыс орады, бір жерде бана жантақ.
түсінікті. Жақсы аға, кедергі келтірмей қадағалап жіберіңізші. Дұрыс қатарлап жатыр ма? Мына жаққа бір не қой. Біреу қой ақа. Андан қоя бер ақа. болмайын деген ғой. Ана жаққа бар. Алам өзім. Аяна, капец! Ужас! Негізі осы шөптерін сақтау Тұрыңыз, алма. әдісін түсіндіріп кетсеңіз, қыста қалай, ертең күні бір ылғал болып кетпесін дегендей. Қазір көбінесе бастырма саламыз. Бастырманың астына апарып рет-ретімен қалаймыз. Рет-ретімен қалаймыз. Өйткені оны тележкаға қалай тиеді, солай қаланбаса, ол аразиге ажырайды да құлап қалады. Сондықтан оны рет-ретімен қалау әдісімен жинайды. Ал егер далаға жинаған әдісі болса, оны да мына жерде міне қалайтын жігіттер бар. Олар кішкене тартып бүйтіп жинайды. Кішкене шүкір қылып. Өйткені одан уже қыста қар жауған жағдайда үстінен су өтпеу керек, ол көгермеу керек. Жақсы сақталу үшін. Құрметті көрермендер, назар аударсаңыздар, жіп жіңішке нәзік жамботамыз екі болған шөпті тасып әкеле жатыр. Қыздарымыз жалпы жақсы жұмыс істеп жатқан сияқты. Аянаға қарасаңыздар да арқасына іліп алыпты. Салтанатта қалысар емес. Аянаға мен таңғалдым үш шөптен арқасына біреуін. Ол бізде ондай болмаған. Әрі қарай көретіндеріңіз. Керек емес, Не хочу я таскать, нет, не хочу. Отыра берші. Басың айналып жатқан жоқ. Жоқ, өзім бетін сонда домалақ. Please try again or call later. Тұр, бас ет төбе. Бәрекет. Енді мына бауды ал. Мына бауды ал. Мына бауды. Былайнан қоясың. Былай? Аха. Арғада шығар тағы. Қабдов, жақсы жинап атсың ба? Былай, болады. Енді. Арасына аяғы кіріп кетеді екен. Арасына ма? Абайлы. Жеңіз. Кеш лақтырайық. Бар, апар. Тасташ. Өзім лақтырам. Барш. Таса. Принци. Лақтыра бересің ба? Мен лақтырамай айтырым. Қолым ауырып кетті. Мекам. Бұдан үлгер алмай айтырым. Бәрі тығыз қылып жатыр жер. Қабдоста! Қазір. Қоя бер, ақа. Әне. Енді сен ар жағынан қойған енді. Неғып сүйдір үшін. Нақта кішкене үлгіден Андан қойда ана бұрышқа бар. Шашып кетті нақта. Мына шығар кішкене. Ереке. Шығар. Қазір. 5 минуттан кейін ауысайық. Анаққа қой. Бекжан мырза, біздің қатысушыларымыздың қал жағдайы қалай? Қолдарынан келіп жатыр ма? Дұрыс қатарлап жатыр ма? Қабдол қолынан келгенше тырысып жатыр. Әзірше дұрыс. Тырысып жатыр. Негізінде бүгін уақытқа жұмыс жасап жатыр ғой. Жылдамдықтары қалай екен? Жылдамдықтар жақсы. Өздеріңіз тап осылай қалайсыздар ма? Біз дәл осылай қалаймыз. Осылай ыңғайлы және көп мөлшерде түк алып барамын. Қайтпаймын деп қой. Қайтпаймын мен. Бәрекет. Не могу больше.
достар, әзірге алда келе жатқан сияқты. Өткен бағдарламада Дианамызға сын өтіп кеткен сияқты. Бүгін білек сыбана кірісіп, екі буылған шөптен тасып жатыр. Жалпы қыздарымыздың көрсетіп жатқан көмектері жаман емес. Аман достар! Асыңыздар! Жүгірек! Жарайсың, Илай! О, давай жеңіс, лақтыр! Ерзат, не болды, шаршап қалдың ба? Демал үлгірмей жатыр. Айырмен алсаң жеңілдеу болатын шығар. Әзі... Ай, көзім. Уақыт кетіп жатыр. Көзім өрірек. Сататсы, біздің команда болатын болды, сататсы. Тоқта! Темесейші, не болды? Қыздарға мешай сал, әрен келе тұру. Не болды? Сал. Аяқтың сабыры бұл яқта жұмыс уатқан кезде. Жеңіс, тұрмашы, жеңіс. Тұрма, жеңіс. Это так сложно. Такой труд. Господи. Ауылдың жігіттерінен кем түсіп жатқан жоқ шығар, а? Кем түспейді аға. Қағылез екен. Тіпті айырда керек емес қолдарымен лақтырып жатыр. Қыздарыма ризамын. Үш буылған шөптен тасып жатыр. Нағыз астар, нағыз көмекте болсаңыз, соны айтыңыз. Иә, нағыз көмек olsun. Даталық күш көпті. Шаршадыңыздар ма не? Шаршамаңыздар. Шаршама, тек шаршама. Аяқ қолын табыстады. Бәрекет берсін. Илай, ақырын. Қатысушыларымызға өте қиын болайын деп тұр. Міне сайдағы шөпті тарту керек болып тұр. Сайға түсеміз ғой. Иә, сайға түсеміз. Яғни жалдағы шөбіміз бітті, енді сайға түсеміз. Ал жігіттер енді қиналасыздар, кішкене баяу қимылдайды, жігіттеріміз енді. Бір-бірден алсаңдар да болады. Аяна, бір-бірден тасы, Аяна, шаршайсың. Ойбай, жігіттер! Асаев, қалдыр. Ойбай! Қалдыр. Демал, қалдыр. Ал. Не болды, Салтана, шаршадың ба? Можно поменяться, Марсель? Иди ты, я вверх стану. Ты вверх не сможешь ставить? Буду стану, Я тебе иди отвечаю, таскай ты не лучше сможешь. свет. Аур, Булат. Здесь тяжелее. Нет, иди. Поменяйся, пожалуйста. Сен демалып Я не отыршы. могу. Нет, давай. Сен мына жақта істей алмайсың, мен саған айтып отырмын ғой. Я смогу, я тебе сказала, смогу, значит смогу. Қиын болады. Жамбата. Керек емес. Не хочу я таскать, нет, не хочу. Отыра берші бұл. Кішкене жылдамдықтарын баяулап қалған сияқты. Сайдан көтерілу қиын шығар, а? Бірақ дегенмен жеңісті қолдан бермеу керек. Я, Аягөз, давай жеңісті қолдан бермеу керек. Болмайды, саналмайды. Аягөздің тіпті сөйлеуге шамасы жоқ, бәрекелді. Мінекей біздің қыздар. Не болды, Жамбата? Сложно. Ауыр ма екен? Ну да. Шаршадың ба? Конечно, это тяжело очень. Демал бол. Қыз баласына енді ауыр болады. Иди, Марсель, пусть он делает. Это намного сложнее, чем там стоять, Марсель. Ты же мужчина, ты же много так можешь таскать. Барша. Аягөз, екі жіпті біріктіріп, мына кеудеңе қарай ұстасаң, саған жеңіл болады, беліңе Қане, әдісін көрсетіңізші. Көрсетіңізші, қалай жасайды. Білем. Өзі үйреніп алған біздің Аягөз. Мынау қарап отырсаңыздар, өте мына жер терең сай болғандықтан қиын қатысушыларға. Әрине өте қиын. Өте қиын. Жеңіс, мына жаққа бізге оңай ана жақтан алып келіңізші. Хорошо.
қорықтым шынымды айтсам. Неше килограмм екен мұның өзі. Бірталай сайдан шығу, одан әрмен қиын. Ауылдың жұмысы. Шамамен 10 минут. Ой, ешейтпейді. Бүйтіп қойып қашасың ба? Басың айналып жатқан жоқ па? Жоқ. Кішкене отыра тұршы. Кішкене отыра. Біз өткен бағдарламада сенің намысыңа тиіп кеткен сияқтымыз. Сайыстың кезінде тасада қалып қоясың, өзіңді көрсете алмай жүрген сияқтысың деп. Соған бола бүгін күш-жігеріңді жинап көмектесудесің бе әлде қал? Мен сиыр, бие сауудан қорқамын. Бұндай ауыр жұмыстарды мен істей аламын. Жеңіс, олай істеуге болмайды ғой, неге аяғынан шалып кеттің? Мен бірінші, біз ойнап жаттық, нормально бәр. Дегенмен бір-бірлеріңе кедергі келтіріп жатқан сияқтысыңдар ғой. Ол бір рет істеді, мен бір рет істедім. Сен де тең. Жеңіс, ты что, устал? Нет. Насколько я знаю, ты физически очень сильный. Твое дыхание, оно выработано, и ты в легкую, по идее, должен подниматься. Что-то ты даешь слабинку. Что-то вы мне этот хатшиш напомнили. Ладно. Давайте вперед, ребята, не сдаемся, не сдаемся. У вас время на исходе. Қызарып кетіпсің, бәрі дұрыс па? Саған енді сен спорт шеберісің. Жұмысыма бөгет жасамасаңыздар өтініш. Спорт шеберісің ғой, бір сұрақ қоя салайыншы. Мына демің бәрі сенде қалыптасқан, я дұрыс дем алу, мынандай сайға көтерілгенде шығарсың, жарысқа дайындалу барысында. Сол саған қазір көмегін тигізіп жатыр ма? Иә, талайын өткірдік қой. Өткені одан да қиын тапсырмалар болатын. Аяғымызды буып қойып, екі аяқпен қосып жүгіртетін, жоғарға шығаратын. Енді көптен жаттығу жасамағаннан кейін кішкене еңсіп қалдың, иә? Жарайды, көп сұрақ қойып мазаңды алмайындар, іске сәт. Ерік жігеріңді жинап, қане бір уф деп, бәрекелді, міне, нағыз спорт шебері. Біздің Аяна ең мықты. Гүлмира әдетте өзін үйдің еркесімін, үй шаруашылығына мүлдем араласпаймын деген болатын. Ал осы бағдарламаға келгелі бүкіл сайыстарда белсене қатысып жүр. Гүлмира, көңіл күйің қалай? Көңіл күйім ба? Иә. Жақсы ғой, көріп тұрғандағыдай. Ертең анаң көріп, үйдегі жеңген көріп, ту біздің қызымыз ерке еді, мына байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуында өзін көрсете алды. Біз тіпті Гүлмирадан мұндайды күтпеп едік деген бір сұрақтар болмай ма екен? Әрине болады. Мен негізі үй шаруасынан гөрі осыны даланың жұмысына жақсым. Бірақ енді осы проект жобаға рахмет. Үй шаруасына араласатын боламын. Жақсы пайдасын тигізіп жатыр. Иә, әрине, үйренемін. Әлсіреп қалған жоқсың ба? Әлсіремедім, жоқ. Бетіңе қарасаң, қып-қызыл болып кетіпсің, бәрі дұрыс па, басың айналып жатқан жоқ? Жоқ, өзім бетім сондай домалақ. Жақсы, көп уақытыңды алмайын. Ал уақыт тапшы, қыздар, уақыттарың аз қалды. Сергей, не болып қалды? Неге тоқтап қалдың? Мына аяғым буындары бар ба? Тыңдамай жатыр ма? Әлсіреп қалдың ба? Сөйлемей қалдым ғой. Масқара ғой, мына төбеге қарай тарту деген. Маған баяғыда спортсмендер айтатын. Біз сборда дейді. Төбеге қарай бір тауға қарай жүгіреміз дейді. Мына жерге бір 10-20 килограмм салып алып. Мына тура сол болды ғой, одан да көп сияқты ғой. Бірақ дегенмен ер азаматсың ғой. Қыздардың өзі жүктерін тасып әлек, біз ұтамыз. Енді бұл шамамен бір бауланған шөп 13-14 килограмм тартуы мүмкін. Шамамен 25 килограммды алып бара жатыр.
Қанша болды оларда? Бізді қатар толды. Нағылас өзіңдікін істей берсейші. Нормально ғой. Міне кардио тренировка нағыз ауылдың. Илай, не болды, шаршадың ба? А? Бұған дейін осындай іске, үй шаруашылығына араласқан жоқсың ба? Ауылда дегенмен туыстарың бар шығар енді? Сен ер азаматсың, мүмкін. Біздің барлық сайыстарымыз, тапсырмаларымыз сен үшін алғаш рет өтіп жатыр, иә? Иә, әрине. Өте қиын болып жатыр. Бірақ, иә. Бірақ дегенмен бүгін тек қана сайыс емес, бүгін біз пайдалы іске араласудамыз. Дұрыс қой? Сол себепті біз өзіміздің күшімізді көрсетуіміз керек, иә? Иә. Қанеки? Рахмет. Өте мотивация бердіңіз. Білмеймін, қойшы. Сұрасайшы, родной, серьезно. Сұрасайшы. Өзім білем, қойшы мен қанша. Қалай өзің білесің, сұрасайшы, родной. Басты кетірмеш, серьезно, Марсель. Ашуланған емес әңгіме. Просто басты кетірмей, андай няннері қойнамаңдыршы. Сен шаршасан, өзің үшін шаршасайшы, қумаш. Басты кетірмеші, Марсель. Кетші, омы. Нервы айтып, серьезно айтып. Қумашы, қабдол, мен сайтып атырмын ғой. Үндемеген сайы просто кетіп баратыр. Брат, қанша болды айтсайшы, родной. Секінен көп айтыр. Сонда білем. Бекжан мырза, сіз санап жатсыз ғой? Әрине санап жатырмын. Иә? Қатар-қатармен. Әзірге қанша? Бізден қарағанда Марсель санап отыр, қайта-қайта сұрап. Басты кетіріп. Шамамен 80-ге жуықтап қалды. Вот қалды ғой, ерсін дұрыс ба? Кетші тұрмышы, құмышы. Кетсің сен? Мен сен айтып отырмын, нормально, родной. Мен сен жай сұрадың ғой сен? Жай сұрасаң да кетіп бар, құмай. Мен сен жай сұраған мен неге кетші, құмай, родной. Жоқ, құмай емес, мен сен жай сұраған. Мен сен сұрама мені вообще. Сұрама, мен өзім білем бар ғой, өзім білем бар ғой. Мен өзім білем бар Ажат, ары қарай алшы. Басты кетірме, Болды. Қой. Не істейсің? Марсель, қой. Братан, болды. Қой. Мен өзім білем. Мен айшылап айтқан жоқ, өзім басынан. Жай сұрадың ғой. Жігіттер қойдар. Сабыр ет. Міне, естіп бар ғой. Кеше көрсетіп, бүгін көрсеттім. Не өзіңге? Марселе қойсай. Ана мына тапқа бермей тұнын емес. Естіп бар ғой. Қойшы. Тыныш қапыл. Болды, жақындама. Тұратшы. Өзің сөйлесіп тұратшы. Олжас, екеуің қазір Болды. сөзге келіп қаласыңдар. Болды, бергіші. Олжас, сен сабыр сақташы. Жүр. Сенің міндетің бұл жерде жүргізу. Жоқ, енді күспайын, мүмкін. Мен өзің ішкі әкеліңіз. Төлеспеген өзі келіп атынан келіп тұр, мен өзім аяқтат қалдым ғой. Адам көмек деген жоқ. Сен қара, тоқта, Марсель. Сөзге сасып қалды. Сабырға кел. Алдыңғы бағдарламада мен саған айтып жатырмын, бір түсінбейсің. Атыласың. Жоқ, сен өзің сол кезде. Сабырлап, дұрыстап сөйле. Мен сенімен сөйлеген жоқпын ғой. Дұрыстап сөйле. Жоқ, мен сенімен сөйлеген жоқпын ғой ол кезде. Тұрап, сабырға еш. Сен алдыңғы бағдарламада өзінше бір мінезін көрсетіп қоясың. Дұрыс па? Сендер бұл реалити шоу біткеннен ертең күнде араласасыңдар ғой, адамсыңдар ғой, доссыңдар ғой. Демдерде кішкентай бала сияқты күресіп жүр, төбелесіп жатсыңдар. Ертең басқалары не ойлайды сонда? Көрермен не ойлайды сонда? А? Бауырым, дұрыс па? Болды. Ашылмас.
Не үшін төбелесіп қалдыңдар? Әп-әдемі келе жаттыңдар ғой. Жоқ, мен өзім неше сен неше. Жоқ, мен айттым басында не керек? Жоқ, көргенде өз адамдар көреді ғой, не үшін екенін бәрі. Мен оған бірдеме дедім ба? Мен оған Абдол, бұл сіздерге сын. Біз мына жерге жаңағы өзіміздің мынандай не қылып көрсету үшін емес, көмек пайдамызды тигізейік деп келдік. Не істеп отырсыз? Ұят нәрсе емес па бұл? Абдол? Ұят нәрсе емес па? Ағаларымыздың алдында көмектесейік, міне біздің қатысушыларымыз, міне біздің көмегіміз пайдамыз тисін деп келіп тұрмыз деп жаңа ғана сіздерді кереметтей қылып әкелдік қой осы жерге. Жоқ, түсініп тұрмын бәрін сіздерге. Рахмет. Аяқталған кезде домалап екеуіңе сайда. Жоқ, енді мен өзім кетіп бара жатырмын, балаларға көмектесіп артынан келіп. Енді Марселен жарайды қызуғанды болатын шығар, енді сен кішкене сабырға келсең болады. Сабырға айтып отырмын, сабырға келіп болды. Істемей ақ қойшы деп. Ол маған келіп артынан келіп, жоқ, мінезін көрсетіп бір. Андай бір ойлаған сияқты, кеше бір алдыңғы бағдарламада мінезін көрсеткенге кішкене жігіттер андай үндемей қоя салды. Үндемей қалады, өзінше андай не істеп қалады деп соған кішкене андай өзін бір не істеп қалады, көкіректен сондай болады деп ойлап қалған шығар. Бірақ әр адамның өзінің мінезі бар ғой. Ол көрсетіп не істеп жатқан жоқ. Ол алғаш күннен осындай қызуғанды екенін өзін көрсетті. Келесі жолы сабыр сақтайық, иә? Жігіттеріміз енді кішкене сөзге келіп қалды. Сайыс болған соң, жарыс болған соң, ондай әрине түсінбеушілік болады. Жігіттеріміз қазір сабасына түсіп, сабырға келген сияқты. Оны қазір сайысымыз аяқталған соң анық-қанығын білеміз. Жамбута, алсайық. Нормально, алсайық, правильно, четко. Ну, вы же там деретесь. Жұмыла көтерген жүк жеңілдеп, екі қызымыз соңына дейін күресіп жатыр. Сайыстың басында бір қыз 3 жүктен тасыған болатын, енді екеуі бір жүкті көтеріп келе жатыр. Ойбай. Ақырын, абайлаңдар. Давай, жеңіс! Қане, соңғы секундтар! Жеңіс, үндер! Победа! До конца! Көтеріпті! Соңғы 20 секунд. Мінеке 15, 14. 13, 12, 11, 19, 4, 3, 2, 1. Сайыс аяқталды. Тоқтатылды. Ура! Жарайсың, демалып алыңыздар. Ал бәрекелді қыздар, жігіттер. Алды қарашы іштерді. Бітті міне. Қатысушыларымыз демдерін басқанша әділ қазылар алқасы санап шықсын. А то, что я несла, не идет, да, в счет? Уже все, да? А я там уже половину донесла, я вижу 60. Құрметті көрермен, эфирде байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуы. Дәл қазір біз жеңімпаз топты анықтаймыз. Құрметті әділ қазылар, сөз кезегі өздеріңізде. Бекжан мырза, сіз Төңкер тобының бауылдарын санаған болатынсыз, иә? Қанша болды? Төңкер тобында 87 бау. Жігіттерге, қыздарға рахмет көп-көп. Екіден тартқан қыздар болды, бәрекелді. Жігіттерден кем соқпайтын қыздар бар екен. Нағыз батыр елдің, тек тұрпақтың ұрпақ екендерін дәлелдеді. Бәрекелді бәріне. Жарайсыздар. 87 ұпай. Бекжан мырза. Заман достар тобында. Дәл сондай, 87 ұпай. Қуаныштарында шек жоқ. Жарайсыздар, құрметті қатысушылар. Жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Ұялы телефондарымыз 2 топқа да берілетін болады онда.
Құрметті қатысушылар, бүгін ешкім ұялы телефонсыз қалған жоқ. Екі топта жеңіске жетті. Сіздерге айтатын тағы бір жақсы жаңалығым бар. Келесі бағдарламаның түсіріліміне өздеріңіздің жақын жандарыңызды шақыруларыңызға болады. Опа! Бәрі ойланып қалдыңыздар ғой. Кімді шақыратын едіңіздер? Негізі мамамен өзім әйелмен қызым көрсем өте қуанамын. Ерзат өзің. Кімді күтеміз келесі бағдарламада? Өзімнің өнердегі бауырларым шақырап. Жақсы, енді дегенмен әрқайсыларыңның өздерінің қолдаушыларың, жанашырларың, жанкүйерлерің бар шығар. Жақсы, ендеше уақыттарыңызды алмайық. Әдеттегідей 1 сағаттан соң ұялы телефондарды қайтарасыздар. Жақсы ма? Еске қайта-қайта сала бермейік. Рахмет сіздерге, мына асарлатып келіп, мына бір ауыз сөзіміз жерге тастамай. Алла разы болсын сіздерге. Биыл енді өздеріңіз білетіндей еріктілер жылы. Біз енді қатысушыларымызбен өздеріңіздің ауылға асарлатып келіп қалдық. Қатысушыларымыздың сәл де болсын сіздерге көмегі тисе, біз тек қуаныштымыз. Көп-көп рахмет сіздерге. Рахмет сіздерге. Батареям ұшқаған, ешкімді шақырамай жатырмын. Өкінішке орай. Ей досым, ассалаумағалейкум. Қалай жағдай? Ентігіп бар ғой, әрең сөйлеп отырмын жаңа. Әбден жұмыс істеп аламыз. Қалайсың, бәрі аман ба, бала-шаға бәрі жақсы ма досым? Енді бізді қуантқан бір жай бар. Келесі бағдарламаға кел. Қонақ бол. Шүкір Аллаға, бүгін ұттық. Ұттық деген сен десем, бірақ ұттыққа. Бір бағдарламаға ғана рұқсат берді, туысқан бауыр туысына келуіне. Қарайып кеттім, арықтағаным сонша мен мынау қолымдағы сақинашы, кәдімгі сақинамен түкіріп әрең шешілетін сақинам түсіп қалған ғой. Сөйтіп арықтап кеттім, өйткені күнде осы жерде кардио, күнде кәдімгідей ауыр жұмыс жасаймыз, күш салатын жұмыс істейміз. Содан кейін саусағым арықтады, не жыларымды, не күлерімді білмеймін, өйткені алтын сақина жоғалды, бірақ оның тағы бір плюсы бар, ол арықтадым. Мамау, қалайсыз? Қарным аш емес, тоқпын. Бәрі жақсы, бәрі ойдағыдай, уайымдамаңыз. Мен қазір біреумен сөйлесіп хабарласайын десем, телефоным өкінішке орай тағы да өшіп тұр, міне. Ассалаумағалейкум, қалайсың досым, жақсың ба, амансың ба? Келесі бағдарламада достарымды алып келіңдер деп. Соған келесің ба, қолың бос па? Күтем, досым. Аны не алып келесің? Жейтін де күшті білмей алып келесің. Магазиннен. Йогурт алып кеш, йогурт. Аха. Сағыз алып кеш, сағыз. Сәлем достар, құрбы құрдастар, көңіл күйлеріңіз қалай? Менде керемет. Әрине енді шаршап тұрмын, сонда да біз бүгін үлкен іс жасадық. Бұл программаға өте алғысым шексіз. Қараңыздаршы, міне мынандай кішкентай аз-маз енді жарақаттар алып жатырмыз. Ну, есесіне бұл сауабыз. Салып қояйық. Бір подписчиктеріміз қуанып қалсын. Сәлем. Қалайсың, Рамазан? Жақсы. Таңғы 5-те тұрамыз. Келін болға дайынмын, дайындалып жатырмын. Сен боссың ба? Қарның ашып тұрған жоқ, не алып бар? Қарным ашып жүр, Шоколад, қаланың тамақтарын алып кеш. Алло? Мама, қалайсыз? Жақсы, менде де жақсы, шүкір. Бүгін екі команда тепе-тең болды. 87-87. Сондықтан 1 сағатқа тағы соткамыз беріп, тағы сізге звонатын бірінші. Амандыңыз біліп қойын деп, мама, сағындым қатты. Жақсы көремін сізді. Жену, наверное, позову. Хотел девушку позвать, но придется жену звать. И с детьми, наверное, приедет, скорее всего. Но я уже тоже соскучился, уже в Ломке, в юрте жить и прям на расстоянии. А ты? Ну, у меня есть там друг, знаешь, самую вышку песни? Он приехал, там есть Артур и Райан, Артур, Артур мой знакомый, и он мне недавно прилетал, мне звонил, а я на съемках была. Вот я хотела бы его позвать, он вроде в Алмате, и сейчас знакомлюсь. Мал азығы, ертеңгі ел азығы. Бүгін біз шөп жинаудың қиындығын өз көзімізбен көрдік. Адал еңбекпен асын тапқан ауыл адамдарының шыдамдылығы мен қайратына тағы бір қайран қалдық. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік. Сіздер бүгін әлемнің түкпір-түкпіріне тарайтын Қазақ ТВ арнасынан байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуын тамашаладыңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.